Сәлем достар, сендермен бірге мен Даша. Бүгін маған қонаққа эколог келді. Сонымен танысайық. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бүгін мен сізге бірнеше сұрақтар дайындадым. Соларға жауап беруге дайынсыз ба? Ja, дайын деп ойлаймын. Онда бірінші сұрақ. Ластанған ауа денсаулыққа қалай әсер етеді? Негізі өте дұрыс сұрақтар қойып жатсың. Қазіргі әлемде таза ауа өте үлкен мәселе болып келеді. Тек қана біздің елде ғана емес, онда біздің Алматы қаласын алған кезде бізде ластанған ауаның проблемасы бірінші орында тұр. Және ол смогтан пайда болады, Смог қалай пайда болады? Транспорттен шығады біздің қалада, және қыста бізге жылу беретін заводтардан. Сол смог жиналып, біз ол смогпен демаламыз. Біз демалған соң, ол біздің денемізде жинала бастайды, ішінде химиялық заттар. Сондықтан көп ауруларға алып келеді. Байқайсың ба, қазір көп адамдарда аллергия көп болып кетті. Сол смогтан келе жатқан нәрселер деп бәрі айтады, дәрігерлер де айтады. Сондықтан таза ауа бізге қазір өте қажет. Апай, сіз смог не екенін түсіндіре аласыз ба? Біздің балаларымызға түсініксіз шығар. Түсінемін. Смог негізі мынандай бір сырлы түсті, бір түтін сияқты болып көрінеді. Мысалы, әсіресе Алматының үстің жағына көтерілсең, 10 этаждан қарасаң, көресің андай бір сырлы түсті болып тұрады. Әсіресе қыста қатты көрінеді. Сол көбісі машиналардан, выхлоп солардан шығады, және бізде қыста, айтып кеткенде, қыста жылу беретін заводтардан сол жерден көбісі шығады. Көбісі процент алған кезде. Көп процент сол болады. Сол смогпен біз күнде демаламыз. Кейбір кездері ол азаяды, кейбір кездері үлкейеді. Және смог азайған кездері, мысалы, жаңбыр жауды ғой. Жаңбыр жауған кейін смогтың бәрі жерге қайтып түсе бастайды. Сондықтан жаңбырдан кейін далаға шығып серуендеген дұрыс деп айтады. Енді апай, менің қатты қызықтырып тұрған сұрақ. Пластик неліктен жаман? Пластик қазір айта кете, ол да бір үлкен мәселе болып келе жатыр. Және пластиктің жаман жері, айта кетейін, ол микропластик. Мысалы, сен затты сатып алдың, дүкенде. Оны саған қайда салып береді? Пластик пакеттің ішіне. Сен ол затпен үйге барасың, пластикті шығарып қоясың. Соң қолданылған уақытта қанша минут болады, қалай ойлайсың? 15-20. Дұрыс айттың, Соң қара, сен бір пластикті алдың, бір рет қолдандың, 20 минуттан кейін оны ұмытып кеттің. Бірақ ол 100-200 жылдай сөйтіп өңдеу процесіне кіріп кетеді. Бірақ ол өте үлкен, 200 жыл деген масқара ғой. Сондықтан, және ол жерге түскен кезде одан көп микропластик пайда болады. Және ол микропластик жердің түбіне сумен кетеді, және өзендерге барады, одан кейін мұхиттарға. Ол жерде балықтар көп, оның бәрі балықтар жей бастайды. Және балықтарға зиян алып келеді, ол балықтарды біз жейміз. Сонда келе кеткен кезде осы зиянның бәрі бізге өзімізге қайтып келеді. Апа, енді бір рет қолданылатын пластикалық контейнерлерді бірнеше рет қолданса не болады? Ол да дұрыс айтылған сұрақ. Көбісі оны біле білмейді. Айтып кеткенде ол микропластик. Бағана айттым ғой, ол микропластик, мысалы, бір рет қолданылатын контейнер жылыттың ғой, одан кейін оны қайта жылытуға болмайды. Өйткені сен оны жылытқан сайын оны еріте бастайсың. Ол еріген сайын сол микропластик сол сен тамақтың ішіне кіре береді. Өйткені сол сен ол тамақты жейсің, және қайтқан кезде сенің денеңе оралып келеді. Көрдіңдер ме, балалар? Енді келесі сұрақ. Қандай заттарды қайта өңдеу мүмкін емес? Осы сұрақты менің қатты қызықтырып тұр. Шынымен де қызықты сұрақ. Қайта өңделмейтін заттар негізінде қазір көп. Бірақ қуантатын жағдай көп заттардың өңдеу процесіне қайта алып келуге болады. Мысалы, күнделікте қолданылатын нәрселерден егер дұрыс айтсам, 80% бәрі өңдеуге барады. Қалған 20% өңдеуге кетпейді. Мысалы, қазіргі уақытта күнделікті пайда болатын қоқыс дейміз ғой, қалдықтардан не ол? Мысалы, балалар чипсы көп жейді. Чипсы, кириешки дейміз, роллтон, соның сырттары олар өңделмейді. Өйткені оның құрамында пластик қана емес, басқа да заттар бар ішінде. Алюминий, бірақ нақты қазір айта алмаймын, бірақ сол комбинированный дейді ғой,
бірнеше зат қосылғандықтан олар өңдеу процесін өте қиындатады және өңдеуге жарамайды. Мысалы, егер сөйтіп айтып кетсем болады. Ал сенің сұрағыңа тағы бір нәрсе қосайын деп едім. Қандай заттарды өңдеуге болады? Мысалы, пластик бөтелке дейміз, иә? Көбісі су ішеді, әртүрлі шырын сатып алады сол пластиктерден. Қазір саған өте айтып кетейін. Мысалы, мынандай пластик, иә? Арнайы осындай кішкентай алып келдім. Осы пластикті өңдеу процесіне өткізгеннен кейін көп қызықты, әдемі және күнделікке қолданылатын заттарды жасау болады. Мысалы, менің достарым Rocket Plastic деген, олар осындай әдемі подставкалар жасайды. Кешір, қазақшасын білмей жатырмын қалай айтатын. Осындай сағаттар, осының бәрі өңделген пластик. Мысалы, мынау крышка дейміз ғой, қораптың сыртынан. Осындай әдемі сағаттар жасауға болады. Мына осындай интерьерный плиткалар әдемі болады. Қара, түсі де келіп тұр, осындай көк крышкаларын осындай интерьерный плитка жасайды. Және мысалы осындай заттардың ішіне сен алма салсаң болады, басқа да заттар, өзіңе керек заттарды өйстіп салуға болады. Осындай заттар жасауға болады. Және мен саған айта кетейін, сен осындай бір рет қолданатын заттың орнына, мысалы су, әрқайсымыз күнделікте 2-3 литр су ішеміз. Соны осындай затты сатып алмай, осындай бөтелкелер бар. Көп қолданылатын бөтелкелер. Осының ішіне суды қанша ішкің келеді, соншама құйып іше берсең болады. Және сен осындай заттан су ішкен сайын сен планетаны сақтайсың. Өйткені осындай бір-ақ рет қолданылатын заттар пластиктерден өзіңді және планетаны сақтайсың деп айта аламын. Жарайды. Балалар, егер сендерге қатты қызықтырып тұрған сұрақ болса, комментарийге жазыңдар. Егер сендер білмей қалған сұрақ болса, онда дәптері мен қалам алып жазып алыңдар. Келесі сұрақ. Сіз өскен бері әлем қалай өзгерді? Негізі әлем бойынша мен көп қатты жүрген жоқпын. Бірақ бірнеше қалаларда болдым. Және айта кетерім, көп мақалалар оқимын, теледидардан көремін, және ең айтатын нәрсем ормандар азайып келе жатыр. Сол үлкен мәселе. Ормандардың жерлері азайып, және өзіміз айтқандай бізге таза ауа керек қой. Бізге таза ауаны кім береді, не береді? Көп талдар береді. Сол ең айтар кететін, сол бірінші келген ойым сол. Апа, енді бәрімізді қоршап жатқан сұрақ. Үйдегі энергияны қалай сақтауға болады? Энергия дейсің ба? Электр қуатын. Мен өзім практикамнан айтайын, біз үйде қалай сақтаймыз энергияны? Біз телефон құралдарын зарядтайтын құралдарды қалдырмаймыз ешқашан. Бізде әрдайым тоңазытқыш жұмыс істеп тұрады және Wi-Fi роутері. Қалған заттарды біз өшіруге тырысамыз. Үйге мысалы кім соңғы кетеді, бәрін тексеріп кетеді, теледидардың шнуры дейміз, оны суырып кетеді, зарядкасын суырып кетеді. Мысалы көбісі ноутта отырады, ноутбукте. Сол ноутбуктың зарядкасын өшіріп кетеді. Сол осындай жасаған кішкентай заттармен сен осы энергияңды өзің үнемдейсің. Апа, енді сіз қазір ғана зарядтау құрылғысын туралы айтып едіңіз. Соған қатысты сұрақ қойсам. Егер зарядтау құрылғысын розеткада қалдырсаң, энергия сақтала ма? Жоқ, сақталмайды. Негізі осы сұрақты маған былтыр бір адам қойған, және шын айта кетейін, ол кезде мен дұрыс жауабын білмедім. Сол кезде мен тағы диссертация жазып отқам, электрондық қалдықтар туралы. Сол кезде маған специалисттер дұрыс жауабын айтты. Біз электр қуатын тастап кетсек те, бізде счетчик дейді ғой, счетчикта солынан қайта-қайта жүре береді. Сол үшін сендер оны шығарып қойсаңдар, дұрыс болады. Жарайды, апа, келесі сұрақ. Қазір ғана мен сізге, сіз өскен бері әлем қалай өзгерді деген сұрақ қойдым ғой, Сіз ормандар туралы айттыңыз. Енді ормандар туралы қайтын сұрақ. Ормансыз қалай болар еді?
Айтар бірақ сөзім ормансыз жаман болады. Тек қана ауаға ғана емес. Ормандар көбейген сайын таза ауамыз көп болады. Бірақ осы планетада тек қана біз тұрмаймыз ғой. Басқа жануарлары бар. Оларға да орман ауадай қажет. Оларға да өздерінің тамақтарын тауып алу жер қажет болады. Сондықтан ормандар азайған сайын тек қана таза ауа ғана азаймайды. Бүкіл әлемдегі жануарлардың түрлері де азаяды. Суды қалай сақтау керек? Балаларымыз білмей жатқан шығар. Соған жауап берсеңіз. Күшті сұрақтар қойып жатсың маған. Бір-екі ай өтіп қалды. Біз интернетте достарымыз арқылы бір андай челлендж дейді ғой қазір. Сол тренд болып келе жатыр ғой. Біз осындай бір күшті челленджді іске асырдық. Ол су сақтау мәселесі туралы. Біз қалай істедік? Біз күнде 2 рет тісімізді шаямыз, Тісімізді шайған кезде біз көбісі, айта кетер, көбісі кранды ашып қойып тұрып, тістерін жуа береді. Ол негізі дұрыс емес. Ең бірінші сақтайтын, мысалы, ереже, ол тістеріңізді шайып жатқан кезде суды міндетті түрде өшіріп қойыңдар. Ал біз достарымыз қандай челлендж жасадық? Біз бір стакан аламыз, соның ішіне су толтырамыз, сол бір стаканмен бірге тісімізді шаямыз күніне 2 рет. Және статистика бойынша санасақ, шынымен де көп су сақталынады. Ол бірінші. Және ыдысты жуып жатасыңдар, көбісіміз ыдыс жуамыз ғой. Ыдысты жуып жатқан кезде кранды қайта жауып қойып, жуып алып, қайтадан ашып, сондай жуу мәселелер көп. Және шомылып жатқан кезде, оны әрқайсымыз су сақтай аламыз. Енді әрқалай шомылатын шығар. Көбісі 15 минут, көбісі 10 минут, біреу жарты сағат, 1 сағат шомылады, сонда өздеріңе байланысты. Аз шомылған сайын суда аз қолдана бастайды. Балалар, сол үшін суды сақтау керек. Келесі сұрақ. Ең соңғы сұрақ. Күнделікті әдеттеріміз қоршаған ортаға әсер ете ме? Әрине, қатты әсер етеді. Және мен сендерге айта кетерім, қазір бағана айтып кеттік қойылған сұрақтардан. Қоқыс қалдықтар мәселесі. Және күнделікті сендер сатып алған заттарыңды дұрыс тастасаңыздар, өңдеуге сендердің өздерінің үлестерің күнде көбейе береді. Сондықтан, мысалы, шоколад дейміз ғой, шоколад сатып алып жедіңдер ғой, сыртына қарайсыңдар. Өңдеуге тастауға болады ма, болмайды ма? Және оны көрсең, жеп қойдың, және өңдеуге тастасаң, ол үлкен көмек болады. Балалар қоршаған ортаны сақтау үшін қандай үлес қоса алады? Жақсы сұрақ. Мысалы, сендер көбірек жаяу жүре аласыңдар, бір жаққа өздерің ата-аналармен, достарыңмен барған кезде машинаға отырмай, жаяу серуендеуге болады. Мысалы, 3-ші этажда тұрсаң, лифтпен көтерілмей, жаяу көтерілсең болады. Және су шырын сатып алған кезде дүкендерде осындай пластик заттарды алмай, бір-ақ рет қолданылатын, оның орнына өзіңе бір бөтелке сатып алып, осының ішіне су, шай құйып, әрдайым ішіп жүрсең болады. Тағы да, мысалы, дүкен туралы айтып кеттік қой, дүкенде заттарды алған кезде саған көбісі пластик пакетке салып береді. Сол пластик пакеттің орнына, мысалы, күнде банан жейміз, алма жейміз, оның орнына сен, мысалы, мынандай қазір экосумка дейді. Ол қазір үлкен тренд болып келе жатыр. Осының ішіне сен алма, банан салып алсаң болады, немесе басқа бір затты сатып алдың, ішіне салдың да, және пластик пакеттің орнына осындай заттармен үстіп кете берсең болады. Бұл күнделікті? Күнделікті қолдануға жарайтын нәрсе. Тағы да бұны, егер кір болып қалады, мысалы сен ішіне картоп салдың, кір болып қалды, оны аласында жуа салып, жай салсаң, тезірек кебе салады. Сондықтан көп қолданылатын зат экомешок деп айтамыз. Және үлкен пакеттердің орнына осындай бір сумкаларды өзіңмен бірге тасып жүрсең, мысалы, ата-аналармен күнделікті барасың ғой дүкендерге, үлкен көп заттар алып жүр. Осындай сумканың ішіне салып, мысалы, олеге банан салып алдық деп. Осының ішіне саламыз да, кете береміз. Және сен пластик пакеттердің орнына осындай экосумкалармен қолданылсаң, үлкен үлес болады. Апай, біздің қоршаған ортамызда көптеген қалдықтар бар. Соларды қай жерге апарып өңдеуге болады? Өте қызықты сұрақ. Мысалы, мен өзім үйде қалдықтарды сұрыптаймын. Және әрине оны
барып өңдеуге тапсырамын. Оны мен қалай жасаймын? Менде өзім телефонымда екі приложение бар. Біреусі Май тазалық, екіншісі Экосити. Сол приложение кіріп, өзің тұратын жеріңді геолокация дейді, белгілеп, және өзіңе жақын пункттерді табуға болады. Мысалы, біз үйде макулатура дейміз ғой, макулатураны жинап, сол пунктке барып тапсырамыз. Картадан қараймыз, көреміз, жұмыс істеу уақыты осындай, және телефондары бар, сол жерге хабарласып сұрасаңдар болады. Сіздер, мысалы, макулатурадан басқа пластик өнімдерін тапсыруға болады ма, болмайды, сұрасаңыздар болады. Біздің сұхбатымыз аяқталды. Апа, сізге көп-көп рахмет. Сендерге де көп-көп рахмет. Және болашақта сұрақтарыңыз болса, әрдайым хабарласып қойсаңыздар болады. Жауап береміз. Балалар, егер сендерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Сау болыңдар!